Каналға қош келдіңіздер. Лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Қазіргі ғалам адамды бір рет оятқан соң, ары қарайғы жол әр адамның жолының өзінің еркін таңдауында. Жүрекпен жұмыс жасау, көлеңкелі тұстарды тану және оларды жарыққа шығару әр жанның жеке жауапкершілігі. Жаңа дәуірде проводниктер адамның алғашқы рухани есігін ашады. Рухыңызбен байланыс орнатып, санаңыз оянғаннан кейін олар сізді жаныңыздағы қорғаушы періштелер мен тәлімгерлерге тапсырады. Өйткені ары қарайғы даму өзіңмен, өз ішкі шындығыңмен жүзеге асады. Осы сәттен бастап әр адам күн сайын өзінің көлеңкесін жеңіп, жүрегін кеңейтіп отыруы тиіс. Ішкі қараңғылықты жеңудің жолы қарапайым, бірақ тұрақтылықты талап етеді. Әр минут сайын жақсы ойды таңдаңыз. Көзіңізге тек жақсы дүниелерді іліңіз. Сөзіңізде мейірім төгіліп тұру керек. Қорқыныш тудырмайтын, сезім мен жарық сыйлайтын ортада жүріңіз. Қызғаныш, ашу, жек көру сияқты адами күйлерді жоюдың жолы оларды басу емес, оларды өз дамуыңызға жарату. Ал күмәнмен өмір сүру рухани шыңырау. Ол адамды өз қуатынан айырады. Менде қасиет бар ма деп 100 адамнан сұраудың да, қасиетімді аштырайын деп тағы 100 маманға жүгірудің де қажеті жоқ. Ғалам бұған бірақ жауап айтады. Жер бетінде әрбір адам қасиетті. Қасиет таңдаулыға ғана емес, жүрегімен сүйе алатын әр жанға беріледі. Қасиеттің түп негізі жүректің ашықтығы, мейірім және жарығай. 1 желтоқсан 2025 жылдың түнгі 12:00-нен бастап жаратылыстың аса қуатты, ғарыштық ағыны жер бетіне құйылып, сананың терең қатпарларын оятады. Бұл энергия адам жанының көлеңкелі тұстарында тығылып қалған бөгеттерді ерітіп, рухани арналарыңызды айқара ашады. Осы сәтте әркім ішкі үнін тыңдап, өз жүрегінің жарығын күшейтетін энергиямен саналы түрде жұмыс істеуі маңызды. Бүгінгі тылсым ағым рухтың жаңғыруы мен сананың кеңеюіне таптырмас мүмкіндік.